Сәлем достар, мен бүгінгі видеомда үй жағдайында дайындауға болатын суши түрін ұсынамын. Олай болатын болса арнамнан алыстамаңыздар. Ең алдымен бізге қажеттісі ол күріш. Яғни күрішімізді алдын ала жуып тазалап, үстіне 1 стакан, яғни күріш батып тұратындай етіп су құйып, 15-20 минут көлемінде күрішімізді пісіріп алатын боламыз. Күрішіміз піскенше оған қосатын сұйықтықты дайындаймыз. Ең алдымен ас қасық көлемінде уксус және 2 шай қасық көлемінде қант, жарты шай қасық көлемінде тұз қосып, үстіне ыстық су құйып, жақсылап тұз бен қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің күрішіміз сушиға қосуға дайын. Енді жаңағы дайындаған сұйықтығымызды күріштің үстіне құятын боламыз. Яғни бұл сушидің күрішіне ерекше дәм беріп тұрады, дәмін келтіріп тұрады. Сондықтан да осылай жасағандарыңыз жөн болады. Енді осы арнайы ыдысымызға дайын болған күрішімізді салып алатын боламыз. Ендігі кезекте бізге сушидің ортасына қосатын қоспалары өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде краб таяқшасы мен қиярды алған болатынмын. Яғни бұлардың барлығын сушидің арасына қосуға алдын ала дайындап осылай бірнеше бөліктерге бөліп турап алатын боламын. Және де бізге қажеттісі творожный сыр. Бұны да арнайы одноразовый мешокқа салып дайындап қойған болатынмын. Сушидағы ең маңыздысы бұл нори, яғни балдыр. Және де арнайы орағышмен оны пищевоймен орап қойған болатынмын. Және де бізде осы норидың бүдір жағын жоғары жаққа, жылтыр жағын сыртына қарататын боламыз. Және бізге бөлме температурасындағы су қажет болады. Қолымызды сулап отырып, норидың тең жартысына дейін осылай күрішімізді орналастырып шығатын боламыз. Қолымызды ылғалдап отыру, сулап отыру ол өте маңызды. Өйткені күріш қолымызға жабысып, жұмыс жасау барысында бізге кедергі келтіретін болады. Көріп тұрғандарыңыздай қиярды және краб таяқшалардың барлығын ортасына осылай орналастырып шығамыз. Және творожный сырды да дәл солай осылай ұзынша етіп жүргізіп шығатын боламыз. Және де осы арнайы орағыштың көмегімен сушиімізді тығыз етіп осылай орап шығамыз. Олай болмаса, арнайы орағыш болмаса, сіздерде сүлгінің көмегімен де осылай форма жасауларыңызға болады. Және норидың шетін ылғалдап шығамыз. Яғни бізге жақсы жабысу үшін не осылай тығыз етіп қысып отырып, сушидің формасын оңай әрі жылдам, ешқандай кедергісіз дайындап шықтық. Міне көріп тұрғандарыңыздай сушиіміз дайын болды. Енді осы дайын болған сушиімізді бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Бұл жерде пышақтың өткірлігі өте маңызды. Міне арасы осылай болып шықты. Енді осы сушиімізді әдемі ыдысымызға әдемілеп тұрып орналастырып шығатын боламыз. Сушиіміз дайын. Енді біздегі қажеттісі соус. Мендегі мастер кан деп аталатын сушиға арналған соус болатын. Осыны арнайы ыдысқа құйып, енді осы сушидің дәмін көретін боламыз. Достар, дәмі деген сөзсіз. Бұны міндетті түрде үй жағдайында жасап көргеніңіз дұрыс болар. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз.